барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Және де бүгінгі видеомыз аяғына дейін қарасаңыз, мен сізге бір керемет сыйлық дайындап қойдым. Видеоның аяғына дейін қараңыздар. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Бүгінгі видео сіздерге, яғни жас, жаңадан менен де подписчигі аз бастап келе жатқан блогерлерге кішігірім көмек ретінде түсірілетін болады. Ретінде мен өзімді керемет блогермін деп айтпаймын, бірақ та сіздерге бір кішігірім көмек болады деген сенімдемін. Так что видео аяғына дейін қарап, арнама тіркеп лайк басып кетіңіздер. Осы жаздың аяғына дейін 400 подписчикке жетсе, мен екі оқырманыма каналына разбор жасап беретін боламын. Подписчик енді бастап келе жатқан оқырмандарыма. Және Instagram парақшама жазуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Достар, ең алдымен сіздерге бірінші ниша таңдап алғандарыңыз дұрыс болады. Ниша дегеніміз қандай тақырыпта жүргізесіз және қандай блогерсіз. Мүмкін фуд-блогер, яғни тамақты салатын, тамақты жақсы пісіретін болсаңыз, тамақты салсаңыздар болады. Немесе сіз егер визажист болсаңыз, жақсы бояндыруды жақсы көрсеңіз, сондай визажист блогер болсаңыздар да болады. Блогер дейді ғой, фуд-блогер, дэнс-блогер, блогерлердің түрлері көп. Бірақ олар қандай несімен адамдарға сол видео арқылы не бере алады, соны білсеңіздер дұрыс болады. Мысалы, мен енді өзімнің жеке каналым болғандықтан, мен осы каналда өзіме тек барынша қызықты, яғни өзіме болғанда мен аудиторияма қызықты, пайдалы барынша видеолармен бөлісіп тұруға тырысамын. Және маған ұнайды, өзімнің жеке өмірмен бөліскен, және сіздерге бір пайдалы видео челлендждер түсіріп тұрған маған қатты ұнайды. Мен соны түсінемін, себебі бұл менің жеке канал. Ал сіз өзіңіздің каналыңызды не үшін, адамдар сізді не үшін көруі керек? Соны айтыңыздар, соған жауап беріп көріңіз, және сол арқылы ниша таңдайсыздар. Және қазір көрмес бұрын комментарийға жазып кетіңіздер, егер ашық болса. Ашық болмаса, мен Instagram парақшама жазып кетіңіздер, дайректке. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Достар, екінші кеңес, ол сіздің каналыңыздың аты. Я сіздің каналыңыздың аты бір адамның құлағына жағатындай бір керемет ат қойсаңыздар, және ешкімнен қайталанбаған, көп блогерлердің аттары алынбаған, өзіңіздің бір жеке авторлық каналыңыз болса. Мысалы, енді менің атым Балжан болғандықтан, мен өзім блогер болдым, ататын болғандықтан, блогер деп есептейтіндіктен, менің каналымның аты Балжан блогер. Мысалға, бұл менің жеке каналым. Ал сіз өзіңіздің каналыңыздың атын бір ерекше қылып, өзіңізге ұнайтындай қылып қойсаңыздар, адамдарға бір жағымды болатындай, сондай бір каналыңыз, сол каналдың тақырыбы арқылы каналда не түсірілетіні туралы бір тақырыптар болса болады. Мысалы, Балжан блогер, блог дегенім, енді әртүрлі мен блогтар да түсіремін, мысалы, мен соны айтса да болады. Ал сіздің кеңесім, ол әрине сіздерге айтатын каналыңыздың әдемілігі, яғни адамдар кірген кезде бір обложкалар әдемі болып тұрса, бір қандай керемет адамдардың қызығушылығы одан сайын каналыңызға артады. Шыны керек, адам бірінші ішіне кірген кезде бірден сөзіңізге, мәнеріңізге қарамайды ғой. Бірден кіре салғаннан кейін сіздің обложкаларыңызға, каналдың сыртына қарайды. Ал каналдың сырты оқырманды бір шақыратындай әдемі болып тұрғаны дұрыс болады. Мен енді өзімнің каналымды барынша әдемі қылып тұрсамын. Бір жылда баннердің обойын ауыстырып тұрамын, обложкалар барынша жасауға тырысамын. Және сіздерге де кеңес беремін. Достар, менің келесі кеңесім, сіздер егер видео монтаждауды дұрыстап білмесеңіздер, яғни ең жаңадан бастап келе жатқан ютубқа жаңадан келсеңіздер, егер сіздер қатты білмей жатсаңыздар, ютубтан қарап іздесеңіздер болады. Ал егер ондай кезде де үйрене алмасаңыздар, мен сіздерді өзімнің Instagram парақшама маған жазсаңыздар болады. Мен сіздерге өзім үйрететін болам. Әрине курс. Бірақ сіздерге барынша пайдалы болады. Ол курста сіздерге бір видео монтаждауды, мобилография курсынан кішкене беретін болам. Мен өзім мобилография курсты оқып жатырмын, және сіздерге де кішігірім пайдасын тигізетін болам. Және сіздерге алдыда керемет қызықты видеолар түсіремін. Егер сіздер ютубқа түсіретін болсаңыздар, 16:9, яғни осылай түсіріңіздер. Ал егер Инстаграмда мысалы сіздерде бұлай түсіресіздер ғой. Осылай тігінен. Ал ютубта кішкене былай жалпайтып түсіресіздер. Сондықтан ютубта осылай түсіргендеріңіз өздеріңізге ыңғайлы болады. Бұлай түсірсеңіздер, ол дұрыс емес. Уже адамдардың
қашырып жібереді шыны. Сосын түсірген кезде бір жарық жерге видеоны түсіру жақсы көрінеді, ал қараңғыда дұрыстап көре де алмайсыздар, дұрыстап көрерменге де түсініксіз болып кетеді. Сол үшін де сіздерге кеңес беремін. Достар, менің сіздерге келесі кеңесім, дәл осылайша видеоны монтаждап, үйренгеннен кейін видеоларды салып, обложкасын жасап, бірден бастап үйренгендеріңіз дұрыс болады. Видеоны YouTube-қа жиі салғандарыңыз дұрыс. Аптасына 3 видео жеткілікті. Және сол арқылы көрермендерге бір қызықты видеолар салыңыздар. Көрермендерді өздеріңізге солай тартыласыздар. Мен осымен қысқа әрі нақты видеом бітті. Ұнады деген ойдамын. Өте қысқа болса да пайдалы дүниелермен бөлістім. 3-ші бөлімін шығаратын боламын. Ал енді пока.